Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен дәмі өте керемет болып шығатын түрік халқының салаты кісір дайындаймыз. Ең алдымен бір кесе bulgurымызға қайнап тұрған бір кесе ыстық су құйып боқтырып қоямыз. Оған дейін бір бас пиязымызды аршып жуып сақтап тураймыз. Және де орташа 3 қызанағымызды ұсақтап турап дайындаймыз. Табамызды қыздырып 3-4 ас қасық сұйық май құйып, ең алдымен пиязымызды салып қуырамыз. Пиязымыз біраз қуырылған соң, қызанағымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Bulgurымыз осылай дайын болды. Bulgurды кеңірек ыдысқа ауыстырдым. Қуырылған қызанағымыз бен пиязымызды салып, жақсылап араластырамыз. Паприка, тұз, қара бұрыш саламыз. Және де 2-3 ас қасық зәйтүн майын қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте осындай анар шырынын, яғни осындай сиропын қосатын боламыз. Жарты пучок ақ желкенімізді, яғни петрушкамызды жуып ұсақтап тураймыз. Және де жарты пучок кинзаны да ұсақтап турап қосатын боламыз. Ас көгіміз бен көк пиязымызды ұсақтап тураймыз. Яғни укроп пен көк пиязды ұсақтап турап қосамыз. Және де салат жапырағын жуып, осылай турап қосамыз. Орташа қызанағымызды да ұсақтап турап қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын. Өзіңіз қалаған ұнаған көк шөптеріңізді қоссаңыздар болады. Осылай салат жапырағын ыдысымызға салып, үстінен салат салдық. Осындай қызанақтан әдемі декор жасасаңыздар болады. Мен өткендегі тарталеткаларға салып көрсеттім. Тарталетканың рецептіне ссылканы астына описанияға қалдырып кететін боламын. Салатымыз дайын болды. Өте дәмді, өте тойымды, ерекше салат. Сіздердің жанұяларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Дайындап көріңіздер. Менің арнамда бұдан да басқа әдемі дәмді салаттардың рецептері бар. Рецептерді жіберіп алмас үшін тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда бұдан да басқа әдемі дәмді салаттардың рецептерімен бөлісетін боламын. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.